Жоғалтып алу деген сөздің өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы депрессия дегеніміз күйзеліс, депрессия деген нәрсе, былай психологиялық көзқараспен қарағанда, мұсылманның тілімен айтқан кезде шүкірліктің жоқтығы. Күйзеліске түсіп кету деген шүкірліктің жоқтығы. Ана болу екінің бірінің қолына берілмеген, бақ екінің бірінің басына берілмеген. Сондықтан ең алдымен үйде отырған декреттегі ана, ол алтын құрсақты ана. Соны алдыменен сезіне білу керек. Ал дүниеге бала алып келген әйел, екі дүниенің арасынан аман шыққан әйел, бүкіл дүниені қопарып тастауға шамасы келеді. Сондықтан Бонди өте дұрыс айтып отыр. Біздің телевизор көруге, сериал қарауға уақытымыз жоқ дейді. Әрине, уақытымыз жоқ. Қазір мүлдем телевизорды мүлдем қоспаймыз да. Балалар көреді. Бірақ мен өзім екінші баламда декретті демалыста отырғанымда есімде қалғаны бір Корей сериалын көргенмін. Не атын білмеймін, не оның мағынасын да білмеймін фильмнің. Сондағы әр адам өзіне керегін алады, және де өзінің қолынан қажетін, сіздің қолыңыздан өзгелерден артық қандай дүние келеді, соны жасаңыз деп өте дұрыс айтып отырсыз. Демек, мен сол сериалды қарап отыратынмын. Баламды емізіп отырғанда, немесе бесік тербетіп отырғанда, қазақша сериал болып жатады, орысша төменде субтитр жазылып тұрады. Сонда өзіме мен аудармашы ретінде, мына сөздің аудармасы осы екен ғой деп, тілімді жаттықтыратынмын. Сөйтіп мен қазақ тілімді жетілдірдім, былай айтқанда. Әрбір минутты, әрбір секундты, әрбір уақыттын әйел адам дұрыс пайдаланатын болса, сіз үлкен мақсатқа, үлкен арманыңызға жетесіз. Себебі сіз жалпы келін деген нәрсеге, келін деген дүниеге, депрессияға түсуіне жалғыз келін ғана емес, оның күйеуінің табысының аздығы не көптігі ғана емес, үлкендердің де тәлім тәрбиесі отбасынан, тіптен құрсағында жатқан сәби күйінен алған тәрбиесі қатты әсер етеді. Анасы қалай айтты, қалай жеткізді, келін деген қандай болу керек. Жалпы қазақтың тәлім тәрбиесін жалпылама алған кезде осы әйелдің не бақытты, не бақытсыз болуына қатты ықпалын тигізе алады. Сол себепті бұны бір ғана әйелді ғана кінәлап қана емес, жас келінді кінәлап қана емес, оған қолдау ретінде, барлығы жалпылама бір көмек ретінде, үйрету ретінде, сабақ ретінде көрсеткен абзал.